Қазақ халқы үшін еттің орны бөлек. Күнделікті ең болмаса бір түйірі тамағынан өтіп тұрмаса, қарын да көңіл де тоймайды. Көпшілік үшін қолжетімді әрі бағалылардың бірі қой еті. Оның ағзаға пайдалылығы мен зиянына қатысты түрлі пікірлер айтылады. Біреулер қой етін сиыр етінен әлде қайда пайдалы десе, енді біреулер оны ағзаға жақсы сіңіре алмайды, оның пайдасынан зияны басым дейді. Бірақ қой еті соншалықты зиян емес. Майлылығына қарамастан, онда сиыр етіне қарағанда холестерин азырақ. Құрамында фтор, лецитин, калий, натрий, магний тұздары, темір, йод көп мөлшерде кездеседі. Сондай-ақ ақуыз, пайдалы амин қышқылдар мен минералды заттар көлемі жөнінен де өзге жануарлар етінен кем түспейді екен. Қой етінің сапасына қойдың сойылу жасы, жынысы, тұқымы, жегізілген жем-шөп түрлері әсер етеді екен. Қой еті калориясы жоғары азық, сондықтан түбегейлі шектеу қоймай, ара-тұра тұтынып, пайдалы тұстарын алып тұрған артық болмайды. Тек бұл азықтан белгілі бір дерті бар кісілер тыйылса болғаны. Олар бірінші кезекте артық салмақпен күресушілерді атау керек. Артық салмағы бар не семіздікке бейім жандардың мәзірінде қой етінің орнын сиыр мен құс, балық еті басса құба-құп болады. Бойыңызда буынға тұз байлануы, құяң дерті болса, қой етін ғана емес, сиыр мен жылқы етінен де барынша шектеуге тура келеді. Ал бауыр, бүйрек, жүрек, тіл сынды су өнімдерін мүлдем тұтынбаңыз. Бүйрек пен өт қабы, бауыр жұмысында кінараты барлар да қой етінен бас тартуға тиіс. Тұтынған жағдайда өт тас ауруларын қоздыруы әбден мүмкін. Сондай-ақ асқазан қышқылдығының жоғары болуы да осы қатарда. Созылмалы гастрит, басқа да асқазан ішек жолы ауруларынан зардап шегушілер де қой етінен басқа ет түрлеріне көшкені дұрыс. Әйтпесе, асқазан жарасының асқынып кету қаупі басымырақ. Етті тұтынушының жасында ескеру қажет. 3 жасқа дейінгі балалар мен егде кісілердің ағзасына қой етін қорыту, сіңіру процесі қиын әрі ұзақ болады екен. Артеросклероз секілді буын аурулары мазаласа, қой етін тұтынуды азайтыңыз. Мәзірден мүлден алып тастауға да болады. Ұйқы безінің қабынуы қой етінен бас тартуға салмақты себеп. Егер де бір қой етіне аңсарыңыз ауғанда, асқазан мен көңілге дәмін татырып қоюға болады. Өйткені қандайды бір дене мүшесінің жұмысында ақау болғанымен, жалпы ағза қой еті құрамындағы пайдалы элементтер мен майдың қажетсінеді. Қажеттілікті сирек те болса қанағаттандырып тұрыңыз. Тек ол майсыз жас төлдің қара кесек еті болғаны дұрысырақ. Сонымен етке, сорпа бетке демекші, ақпарат пайдалы болса, арнама тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз.